Бүгін мен сіздерге ақылды етікші туралы ертегіні айтып беретін боламын. Бұрынғы өткен заманда халқының жағдайын ойлаған бір әділ патша болыпты. Халқына арнап шығарған әрбір жарлығы еш тоқтаусыз орындалып тұрады екен. Бір күні патша: менің халқым пайдасын ойлап еткен әмірім бұлжымай орындалып тұрады. Енді мен бұқара халқыма зиянды бір әмір таратайын. Халқын тыңдап орындар ма екен, не істер екен, деп ойлаған ол уәзірлеріне ешкім басына пайда қылмасын және кеш түсісімен шам жақпасын деп әмір қылады. Халыққа жарлықты жеткізген уәзірлер: халқыңыз әміріңізді айтқаныңыздай бұлжытпай орындайтын болды деп патшаға келеді. Патша уәзірлеріне еш жауап айтпай, түн болған уақытта үстіне ескі құсқы киім киіп, халқым залал әмірімді тұтқаны рас па екен деп аралап жүрсе, шеттегі бір үйде шам жанып тұр екен. Патша қайыр сұраған кісі болып сол үйге кіреді. Үйдің ішінде етік тігіп бір етікші отыр екен. Етікші қайыршыға бір үзім нан береді. Сонда қайыршы патша: ешкім басына пайда қылмасын және шам жақпасын деген патшаның бұйрығы бар емес пе еді? Оның әмірін орындамайтын не қылған адамсың деп сұрайды. Сенің онда не жұмысың бар? Бұл әмірді беріп отырған патша да ақымақ. Себебі мен жарлымын және күнімде 4 тілде пайда көремін, 4 тілде зиян шегемін. Міне мен сонымен күн көріп отырмын, дейді етікші. Патша бұған жауап қайырмай, тұп-тура үйіне келіп, өзінің 4 уәзірін шақырып: сендердің ақылдарың көп деп басқалардан артық көріп, көптен өзіме уәзір қылып едім. Енді менің сендерден сұрайтын сауалым бар. Күніне 4 тілде зиян және 4 тілде пайда қыламын. Сондағы пайдам мен зияным не? Соны табыңдар. Таба алмасаңдар өлтіремін. Жауабын 3 күн өткен соң 4-ші күні сұраймын. Болмаса алдыма жауабын табатын кісіні әкеліңдер. Сонда қана жазадан құтыласыңдар, депті. Уәзірлер 3 күн бойы ойланып, шешімін таппайды. Тіпті патша сауалының жауабын білетін кісіні де кездестірмейді. Енді олар патшаға көрінбей қашпақшы болады. Осы кезде уәзірлерге баяғы етікші келіп жолығады. Ол: мен патшаның сұраған сауалын тапсам, сіздер маған не берер едіңіздер, дейді. Қуанып кеткен уәзірлер: әр қайсымыздың құнымыз 1000 ділдә. 4-еумізден 4000 ділдә алыңыз да айтыңыз, деп жалынады. Етікші уәзірлерден 4000 ділдәні санап алып, олармен бірге патшаға барады. Патшаға келіп: тақсыр, мен етік тігіп, әр күні 4 тілде пайда қылам, 4 тілде зиян шегемін. Ол бұлай: 1 ділдәні қарызға, тағы 1 тілдәні ескі қарызыма беремін. Одан кейінгі 1 тілдәні құдыққа тастаймын. Соңғы 1 ділдәмді әйелім мен екеуміздің қаражатымызға жұмсаймыз, депті. Сонда патша: әйелің екеуің жұмсаған 1 тілде түсінікті, қалған 3 тілдәнің жұмсалған орнын анықтап түсіндір, дейді. Бұл сөзге етікші былай деп жауап қайтарыпты: 1 ділдәмді қарызға беремін дегенім, балама беремін. Қартайғанда өзімді асырар деп. 1 ділдәні ескі қарызыма беремін дегенім, өзімді жасымда асыраған кәрі әкем мен шешеме көмектескенім. Енді 1 ділдәні құдыққа тастаймын дегенім, күйеуі өліп қайтып келіп отырған қызым бар, соған беремін. Сонда патша етікшінің орынды жауабына және ақылына риза болып, өзіне уәзір қылған екен. Уақыт өте келе етікші байып, барша мұратына жетіпті. Ертегінің соңы.